Саламатсыздар ма? Математика сабағы. Сабақтың тақырыбы нөлдермен аяқталатын көп таңбалы сандарды жазбаша бөлу. Бүгінгі сабақта нөлдермен аяқталатын көп таңбалы сандарды бөлу алгоритмін қолдануды үйренесің. Енді бірінші тапсырмаға қарайық. Жауаптарды кему ретімен жазып, адамзаттың өткенін зерттейтін ғылымның атауын оқы дейді. Ендеше өрнектердің мәндерін табайық. Енді қарайық. 48-дің бөлінген 600 тең болады 80, ол 10. 45-ның бөлінген 150 тең болады 300 е. 750-ның бөлінген 5150 о. 355-ның бөлінген 50 тең болады 7100 р. 7700 бөлінген 700 тең болады 11 и. 260-ның бөлінген 2000 тең болады 130 л. 2600 бөлінген 200 тең болады 13 г. 450-ның бөлінген 50 тең болады 9000 а. 480 бөлінген 80 тең болады 6. 9300 бөлінген 30 тең болады 310. Енді осы сандарды біз сіздермен кему ретімен жазамыз. Яғни 9000, 7100, 310, 300, 150, 130, 80, 13, 11. Көрдік қой бәрінде. Енді және 6. Соңында 6. 13, 11, 6. Сонда бізде қандай сөз шығады? Археология деген сөз шығады. Екінші тапсырмада жазылуын және есептеу тәсілін түсіндір дейді. Енді қарайық, яғни нөлдермен аяқталатын сандарға бөлу, қалдықсыз бөлу кезінде амалдарын қолданған кезде алдымен бөлінгіш пен бөлгіштегі нөлдерді теңге қысқартып, содан кейін бөлуді орындау керек. Енді қарайық, 246-мың бөлінген 600. 600-де бізде 2 0. Ендеше 246-мыңнан 2 0-ді қысқартамыз. Сонда 2460 бөлінген 6 тең болады 410 болады. Яғни нөлдерді қысқартамыз. Үшінші тапсырма есепте және дұрыстығын тексер. 548.100 бөлінген 90 тең болады 6090. 326.840 бөлінген 40 тең болады 8171. 4200 көбейтілген 70 тең болады 294.000. 32100 көбейтілген 30 тең болады 96300. 3260 көбейтілген 300 тең болады 97800. 12300 көбейтілген 80 тең болады 984000. 127800 бөлінген 200 тең болады 639. 196000 бөлінген 700 тең болады 280. Төртінші тапсырма теңдеулерді шеш. X қосылған 60 тең болады 54.000 көбейтілген 3. X қосылған 60 тең болады 162.000. X тең болады 162.000-нан азайтамыз 60-ты. X тең болады 161.940. Тексереміз. Келесіні қарайық. 360 қосылған X тең болады 125.200 бөлінген 20. 360 қосылған X тең болады 6260. X тең болады 6260 азайтылған 360. X тең болады 5900. 300 енді, сонда біз сіздермен тексереміз. Бесінші тапсырмаға қарайық. Сөз есеп берілген. Қазба жұмыстарын жүргізетін тік төртбұрыш пішінді алаңның ені 250 метр. Ал ұзындығы одан 150 метрге артық. Алаңның 5/1 бөлігі зерттелген, ал қалғаны зерттелген жоқ. Зерттелмегеніне қарағанда зерттелгені неше квадрат метрге кем. Ендеше бұл жерде біз бірінші не істейміз? Ұзындығын, енін жазып аламыз. Яғни бізде ені 250 екен белгілі, ал ұзындығы 150 метрге артық. Ендеше ұзындығын табамыз. 250-ді 150-ге қосамыз, тең болады 400 метр. Бұл ұзындығы. Енді алаңның 5/1 бөлігі зерттелген дейді. Бірінші, яғни оның ауданын табамыз. 400-ді көбейтеміз 250-ге, тең болады бізде 100.000 метр квадрат. Енді 5/1 бөлігі зерттелген, бөлеміз 5-ке. Сонда 20.000 метр квадрат зерттелді. Ал қалғаны зерттелген жоқ. Зерттелмеген алаңды табамыз. Яғни 100.000-нан 20.000-ды азайтамыз, тең болады 80.000 метр квадрат. Яғни бұл зерттелмеді. Енді бұндай сұрақ бізге. Зерттелмегеніне қарағанда зерттелгені неше квадрат метрге кем?
Яғни 80 мыңнан 20 мыңды азайтамыз, тең болады 60 мың метр квадратқа тең. Сонда жауабы зерттелмеген бөлігіне қарағанда зерттелген бөлігі 60 мың метр квадратқа тең. 6-шы тапсырма. Яғни есептерді шығар. Бұл жерде қай есепте артық мәлімет бар екен табу керекпіз. А тапсырмасына қарайық. Велосипедші таңертеңгі сағат 8-де шықты. Ол 200 км жолды 20 км сағат жылдамдықпен жүріп өтті. Ол жолда неше сағат болды? Енді қараймыз. 200-ді 20-ға бөлеміз, тең болады 10 км сағат. Бұл велосипедшінің жылдамдығы. Яғни сонда ол жолда неше сағат болды? Бұл жерде бізде қараңыз, велосипедші таңертеңгі сағат 8-де шықты. Ол 200 км-ді 20 км сағат жылдамдықпен жүрді. Қараңызды. Ол жолда неше сағат болды? Мына жерде 10 сағат болады. Мына жерде километр деген артық кетіп қалған. Сонда 10 сағат болды. Өлшем бірлігінде қате кетті. Ол жолда 10 сағат болды. Бұндағы бізде артық мәлімет велосипедші таңертеңгі сағат 8-де шықты. Яғни бұл мәлімет бізге қажеті жоқ. Әсін қарайық енді. Межеленген жерге жету үшін археологтар 280 км жол жүруі тиіс. Автокөлік жолсыз жермен 38 км сағат жылдамдықпен 6 сағат жүрді. Тағы қанша километр жол жүруі қажет? 38-ді 6-ға көбейтеміз 228. Енді барлық жол 280. Содан 228-ді азайтамыз, тең болады 52 километр әлі жүруі қажет екен. Сонда ә есебінде бізде артық мәлімет жоқ. 7-ші тапсырманы қарайық. Есепте, яғни мәндерін табамыз. 7-нің квадраты деген 7-ні 7-ге бөлсеңіз 49. Сонда 49-дан 34 азайтамыз, тең болады 15. 4-тің квадраты ол бізде 16. Оны қосамыз 300-ге 316. 4-тің квадраты 16, қосамыз 351-ге, тең болады 367. 2-нің квадраты ол 4. 4-ті 400-ге қосамыз 404. 70-тің квадраты 4900. Одан 34 азайтамыз 4866. 40-тың квадраты дегеніміз ол 1600. Оған 300-ді қосамыз 1900. 40-тың квадраты 1600, оған 351-ді қосамыз 1951. Және 20-ның квадраты ол бізде 400-400-ге қосамыз 800. 8-ші тапсырма. Археологиялық қазба жұмыстарын жүргізу үшін ұзындығы 3200 см және ені 2400 см жер учаскасын 4 қабат жіппен қоршау керек. Жер учаскасын қоршау үшін қанша метр жіп қажет? Яғни 3200-ді 2400-ге қосамыз, оны көбейтеміз 2-ге. Тең болады 11200 см. Бұл бізде біз периметрін таптық, яғни қанша керек екен. Енді осындай жер учаскасын 4 қабат жіппен қоршау керек. Ендеше 11200-ді көбейтеміз 4-ге. Сонда 44800 см. Яғни бұл 4 қабат сымның ұзындығы. Сонда жауабы 448 метр сым темір қажет екен. 9-шы тапсырма. Ойлан және жауап бер. Археологтердің екі тобында 45 адам болды. Бірінші топтан 9 адам, екіншісінен 14 адам кеткенде, екі топтағы адамдар саны теңесті. Бастапқыда екі топтың әрқайсында қанша адамнан болған? Ендеше 45-тен азайтамыз 9-ды, одан 14-ті. Тең болады 22 адам. Оны 2-ге бөлсек, сонда 11 адамнан. Енді соған біреуіне 9-ды қосамыз, яғни бірінші топтан 9 адам кетті, екіншісіне 14 адам кетті. Сонда бастапқы бірінші топта 20 адам, бастапқы екінші топта 25 адам болған екен. Енді үй тапсырмасы есепте және дұрыстығын тексер. 610 көбейтілген 700, тең болады 427 мың. 2600 көбейтілген 40, тең болады 104 мың. 5050 көбейтілген 50, тең болады 252 500. 5900 көбейтілген 80, тең болады 472 мың. 67200 бөлінген 700, тең болады 96. 252 мың бөлінген 9 мың, тең болады 28. 3150 бөлінген 90, тең болады 35. 348 мың бөлінген 600, тең болады 580. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.